Саламатсыздарбы құрметті оқушылар, бүгін біз 124-ші сабақпен танысатын боламыз. Қозғалыс бағыты орманға саяхат. Қарауылдың үйіне қалай баруға болатынын түсіндір, биік қарағайға дейін қалай баруға болады. Яғни Қарауылдың үйіне қалай баруға болады, сол туралы кішкене бір сөйлем құрастырып айтып шығамыз. Қарауылдың үйіне, яғни мына жолмен барылады. Бұл жолдан кетіп бара тұрып қандай белгілейміз, яғни мына төбешіктен солға қарай өтеміз. Және алдымызда кішкене көлшік бар. Көлшіктен жағалаумен сол жақпен жүріп өтеміз. Және көлшіктен сол жаққа қарай жүргеннен кейін мына бір ағаштың діңгегінен оң жаққа қарай жүреміз. Діңгегінің оң жағымен жүріп, және гүлді бақтың қасынан, гүлді бақтың оң жағымен және мына жердегі қайың ағашының сол жағымен тура жүріп барамыз. Сол кезде қарауылдың үйіне жетіп барамыз. Ал енді екіншісі, мына ағашқа жетіп бару керек. Мынау ағашқа, ол ағашқа жетіп бару үшін оң жақта орналасқан, яғни мына орналасқан төбешіктің сол жағымен және мына көгалдандырылған, яғни мына көк бұталардың, яғни мына жердегі өсімдіктердің оң жағымен келіп, мына төбешіктің сол жағымен жүреміз. Және тағы мына жерден діңгегі шығады бір ағаштың, сол ағаштың діңгегінің сол жағымен жаңағы көлшіктің оң жағымен мына жерде берілген төбешіктің сол жағы және мына гүлді бақтың оң жағымен тура жүріп келеміз. Сонда мына ағаштың қасына жетіп келеміз. Осындай бір түсінікпен, яғни мен кішкене бір нұсқасын айттым, сендер оны тағы да байытып, кеңірек айтуларыңа болады. Келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма фигуралардың қабырғаларын өлшеп, периметрін тап дейді. Яғни фигуралардың қабырғаларын сызғышпен өлшейсіңдер. Мына фигураның ауданын табу үшін қабырғасы қанша шықты? Периметрін табу үшін қабырғасы А деп айтылса, демек П тең 4 көбейту А. Яғни бір қабырғасын, бұл шаршы ғой, шаршы болғандықтан барлық қабырғалар тең болады. 4-ті бір қабырғасының ұзындығына көбейтеміз, сонда шығады. Мына жерде екі қабырғасы бар, А және Б деген екі түрлі тіктөртбұрыштың периметрін табу үшін А-ға қосасыңдар Б-ны және оны 2-ге көбейтесіңдер. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 бұрыш берілген. П тең 8 көбейген А. Яғни мына әрбір қабырғасы А-ға тең. Барлығын өлшеп шығасыңдар, осы жерде тең болады. 8-ді А-ға көбейтесіңдер. Мына жерде 3 бұрыш А, Б, С деген қабырғалары П тең А қосылған Б қосылған С деген формуланы пайдаланып, яғни осы қабырғалардың қосындысын аласыңдар. Келесі тапсырмада орман мекендеушілерін ата, досыңа сурет қалай орындалатынын айтып бер, тегінен оқы дейді. Яғни мына суретті біз өткен сабақта да, яғни берілген нүктеден бастап, бұл жерде нүктені көріп тұрғандарындай, мына жерде мынау. Осы жерден басталады, ал мынау да осы жерден басталады. Біріншісі ол не болып тұр бұл жерде? Түлкек сияқты, я? Ал екіншісі тоңыз сияқты. Яғни мынау жабайы шошқа деп те айтылады, ал мынау түлкі сияқты, түлкі деп қарастырамыз. Енді осы берілгендер, яғни екі оңға жүріп жатыр. Яғни мына жерде айтылған бірінші түлкінің сызбасы осы жерде айтылып тұр. Оңға 2 деп тұр. Жоғарыға 1 деп тұр. Міне, жоғарыға 1. Оңға 2 деп тұр. Міне, оңға 2. Жоғарыға 1 деп тұр. Міне ол. Яғни осындай сөзбен біз фигура жасауымыз мүмкін. Оңға 1, төменге 1, оңға қанша деп тұр? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 деп тұр. Төменге 1, оңға 1, солай жалғасады. Мұнауда да мына берілген нүктеден оңға 1, жоғарыға 1, оңға 1, жоғарыға 2, оңға 2, жоғарыға 1, оңға 1, төменге 1, оңға қарай қанша деп тұр? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деп тұр. Төменге 1, оңға 1, төменге 1, оңға 1,
және төменге 1 2 3 4 5 деп тұр. Дәл солай жалғастырамыз. Осыны толығымен жалғастырып астына жазып шығамыз. Қай жерге келіп тоқтаған, соны анықтап аламыз қазір. Тоқтаған жерінен бастап жалғастырып кетеміз. Яғни 9 деді, 9-дан кейін 1 төменге, одан түсті, 5 деген мынау, одан кейін 1 мынаяққа кірді. Енді жалғастыру үшін екеуінде екі бөлек, яғни түсініп алдыңдар ғой. Енді жалғастыруды қарастырып шығамыз. Бұл жерде 2-ден кейін мынау 1 солға, 1 жоғарыға, 1 солға, 1 жоғарыға, 1 солға. Яғни 1 жоғарыға дегенде тоқтаған. Мына жерде тоқтапты. Яғни 2 төменге түсті. Міне 1 солға жүрді. Міне тағы 1 жоғарыға жүрді. Міне 1 солға жүрді. Міне 1 жоғарыға жүрді. Міне енді жалғастырамыз. 1 жоғарыға жүрді. 1 солға жүреді. Міне 1 жоғарыға, солға жүрді. 1 төменге, енді төменге жүреді. 1 2 3 4 5, 5-ке төменге жүреді. 5 төменге. 2 солға, 1 жоғарыға, яғни 2 солға жүрдік, 1 жоғарыға жүреміз, 1 оңға жүреміз, және 3 жоғарыға шығамыз. 3 жоғарыға, одан кейін 1 2 3 4 5 солға жүреміз, және төменге түсеміз. 1 2 3 4 төменге түсеміз. 4 төменге, 2 солға, міне 1 жоғарыға, 1 жоғарыға, 1 оңға, 1 оңға, және 1 2 3 жоғарыға шығамыз, және 2 солға жүреміз. 2 солға жүреді. Сосын 1 жоғарыға жүреміз, 1 жоғарыға, және 3 солға жүреміз. 3 сол жаққа жүреді. Яғни 3 солға жүрдік. Енді 1 жоғарыға шығамыз. 1 жоғарыға шығады. Сол кезде бастапқы нүктеге жетіп келеміз. Жоғарыға 1. Міне, мына жерден 1 жоғарыға жүреді. Осымен біріншісі бітеді. Екіншісі 1 2 3 4 5. 5 деп осыны айтып тұрған болу керек. Одан алдында тағы 5. Қарастырып көреміз қазір. Біріншісінде мына 5-ті аяқтапты. Демек, сендер мына жерден бастайсыңдар. Енді солға қарай 1 2 3 4 деп аласыңдар. Бұлай 4. 4 солға, 2 жоғарыға, дәл солай жалғастырып кете бересіңдер. Біріншісін жалғастырған сияқты, екіншісінде дәл сондай жалғастырамыз. Өте әдемі демалып орындайтын есептердің түрі. Келесі, әр суретте неше тік төртбұрыш бар деп сұрап тұр бізден. Яғни санап шығамыз. Біріншісінде үлкен бір төртбұрыш бар. Міне, сыртында көріп тұрғанымдай 1 қосылған. Кейін екеуден қосылған мынадай 1 және мынадай 1 төртбұрыш бар. Екеуі бар. Енді мына екеуі қосылған төртбұрыш бар. Міне 1, міне 2. Осында 2 төртбұрыш бар. 2 болды. Сосын кішкентай төртеуі бар. Барлығын қосамыз, 9 тік төртбұрыш шықты біріншісінде. Екіншісінден санаймыз. Бірінші ең үлкенін қарастырамыз. Жаңағы сияқты ең үлкені дәл солай біреуі бар. Мынау сияқты бұлайынан мынадай екеуі бар. Мына жерде 1, мына жерде 1, екеуі бар. Бұлай ұзынынан екеуі бар. Ұзынына қарағанда. Сосын майда мынау төртеуі бар. Міне. Енді ішінде тағы дәл сондай, дәл осындай үлкен бір төртбұрыш деп қарастырамыз. 1, тағы бұлай 2, тағы ұзынынан 2, және төртеуі бар. 1 2 3 4 деген кішкентай. Енді қосып шығамыз. Мына жерге дейін 9, тағы 9-ы бар. 9-ға 9-ды қоссақ 18. Яғни бұл жерде 18 тік төртбұрыш бар екен.
түсінікті ғой оқушылар? Кішкене логикаға жақын есеп болды. Кейінгісі ат жүрістері. Яғни мынау шахмат тақтасы. Осы жерде ат берілген. Аттың жүрісі, яғни Г әрпі бойымен кез келген бағытта жүреді. Яғни қаласа төмен түседі, қаласа жоғары, қысқасы кез келген жаққа қарай жүре алады. Суретте ол Е5 деген. Е5 дегеніміз міне. Еде мына 5-сінде мына жерде тұр деп тұр ғой. Е5 деген сол. Е5 шаршысында тұр. Келесі жүрістен кейін ол қай шаршыларда болуы мүмкін? Мүмкін болған нұсқаларды қарастырып шығамыз оқушылар. Өте көп нұсқасы бар. Бұл мына тұрған жерінен, яғни Г әрпі сияқты жүреді дейді. Демек, ол былай жүруі мүмкін. Г-ға қалай жүруі мүмкін? Түзу 3 шаршы жүреді, сосын солға 1 жүреді. Демек, былайнан 3, былай 1. Міне. Бұл дегеніміз Г4 деген сөз. Г4. Г4 бірінші нұсқасы бұл. Екінші нұсқасы ол ат, яғни жоғары қарай жүреді. 1, 2, 3 болды ғой. 1, 2, 3. Оңға жүреді. Сонда ол F7 болады. F7 міне. Енді ол қараңдар, жоқ. Кешіресіздер, бұл жерде 7 болмайды. F емес былай. Солға қарай жүреді. Себебі бұл оңға емес солға жүреді ғой. Міне, былай шығар, солға жүреді. Демек, ол оңға емес солға. Мына жерде кішкене әріпті шатастырдық. Яғни бұл F емес D болады екен. D7 болады. D7-ге кеп тоқтайды. Бұл бір нұсқасы. Енді тағы бір нұсқа былайнан 3 жүреді және солға жүреді. Сол дегеніміз мына төменге түседі деген сөз. Бұл жерде S4 болады. S4. Енді тағы қандай нұсқа қалды? Мынадан тура төмен түседі және солға жүреді. Сол дегеніміз мына жақта болады енді. Жылқы қазір былайнан жоғары жүреді солға, былай жүреді солға, төмен түседі. Мына жаққа түседі де сонда. Жаңағы жерге келіп түседі ғой. Ол қалай болады? Нұсқасы бар бұл жерде. 4 нұсқасын қарастырдық. Сендер де басқа нұсқаларды қарастырып шығыңдар.